Риддерде туристер үшін қызықты бағдарлар көбейіп барады. Таңғаларлық емес, өйткені өлкеміздің табиғаты бірегей әрі тартымды. Жексенбіде қазақстандық туроператорларға, туристерге және журналистерге жаңа туристік бағдар Черная Уба эко-қонысы таныстырылды. Черная Уба эко-қонысы Риддерден 50 шақырым жерде, осы атаулы өзеннің жағалауында орналасқан. Сондықтан табиғат кереметтілігімен танысу ол жерге жеткеннен бұрын басталады. Қонысқа жолда Ивановский жотасын көруге болады. Оның бөктерінде тайга қалашығы орналасты. Онымен қоса Риддердің басты көрнекі орны Три брата тауы. Әрі қарай туристерді ағынды әрі құнды балықтардың тұқымдарымен Белая және Черная Уба өзендері қарсы алады. Және кезекте тайга. Наше мероприятие «Музыка тайги». Тайга музыкасы шарасын Черная Уба қонысында өткізгеніміз этникалық музыканы тыңдату және экскурсия жасау. Бұл жерді тыныштықта сақтауға тырысамыз. Бізге Ақтөбеден, Шымкенттен, Нұрсұлтаннан, Өскеменнен, Риддерден адамдар келді. Танысу турын өткіздік. Ұнап жатыр. Отбасымен келуге ұсыныстар жасалып жатыр. Біздің басты мақсатымыз тайганың рухын сезіндіру және Алтын Алтайдың басты алтыны табиғатымен таныстыру. Тайгалық жолшықтар мен экскурсия жеке туристік ләззат. Эко-қоныстан 800 метрде тура деревняда орналасатын жақын көру алаңшасы тұр. Ең шыдамды туристер Саланчакка келетін құстар мен жануарларды бақылай алады. Ну, это следы прошлогоднего морала. Молоденький, год ему всего. Ну, козьи есть, вытоптанные. Видите, свежие совсем. Бұл жерден бұлғынды, тиынды, қасқырды, елікті, бұланды, маралды және тіпті тайганың иесін аюды да көруге болады. Аңшылық жолшықтармен өтіп, орманның тіршілігімен де, өсімдік әлемінің ерекшелігімен, ағаштар тұқымының, улы, емдік шөптердің ауысымымен де танысуға болады. Я сюда не первый раз попал, я уже 4-й раз здесь, и мне эти места очень нравятся. Мен бұл жерге 4-ші мәрте келіп тұрмын, әрі маған өте ұнайды. Шексіз тайганың көрінісі, табиғаттың әсемдігі 200 жыл бұрынғы қалпында сақталып тұр. Сирек омарталар мен аңшылар. Бұл қонысқа арнайы және көпшілік туристер келеді. Сирек жануарларды суретке түсіреді. Бір қызығы, туризм мәдениеті қазір дамып келеді. Шет елден туристер бұл жерге арнайы келеді. Туристердің саны жыл сайын артып барады. Туризм индустриясына жергілікті тұрғындарды да жұмылдырып жатыр. Бұл экологиялық маңызды, өйткені жабайы табиғат эстетикалық ләззат алатын таптырмас құндылық. Черная Уба эко-қонысы туристер мен барлық ниеттілерді жыл бойы қабылдауға дайын. Қыста қар таушықтар мен шаңғымен қыдырулар қызықтатады. Жазда хариус балығын аулау және аюға фото аңшылық, өлкеге экскурсиялар, жидек пен саңырауқұлақтар теру, атқа міну және тек ол емес. На одном из маршрутов отдыхающие могут не только пособирать грибы, подышать свежим воздухом, но и прокатиться на такой люльке.